Баршаңызға сәлем. Кесек жегендеріңіз бар ма? Кесек ежелгі дәуірден бастап құрылыста, косметологияда және халықтық медицинада қолданылған. Оның құрамында пайдалы минералдардың көп мөлшері бар. Тағамдық кесекті қолдану көптеген аурулардың алдын алады. Кесектің барлық түрлерін жеуге болмайды. Ақ, көк және қызыл қоңыр кесек жеуге жарамды. Тағамдық кесекте кремнийдің көп мөлшері, сонымен қатар темір және магний бар. Сондай-ақ тағамдық кесекте қатерлі ісікті емдеуге арналған радий бар. Кесек мынандай аурулардың алдын алады: анемия, артрит, суық тию, асқазан жарасы, онкологиялық аурулар, гинекологиялық аурулар, неврит, қуық аурулары, радикулит және жүйке аурулары. Кесек шашты, тырнақты сауыстайды, қан айналымды жақсартады, бас ауруын жояды. Жасушаларының қартаю процесін баяулатады, ісінуді жояды, депрессияға көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді күшейтеді, ұйқысыздыққа көмектеседі, паразиттерді денеден шығарады. Туберкулез, құлақ пен көзі ауыратын адамдарға кесек жеуге болмайды. Жүктілі кезде де кесек жеуге кеңес берілмейді. Ал сіз кесек жеп көрдіңіз бе? Төменге жаза кетіңіз.